Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгін тағы да өтел сбор мәселесі қозғалайын деп тұр. Өтел сбор мәселесінде жалпы осы тұрғыда не ақпарат болып жатыр, не жаңалық болып жатыр, бір шолып өтейін. Бұл мәселенің баяғыдан көтеріліп жүрген баршаңыз білесіздер. Санжар Боқаев тағы да белсенділер осы мәселені көптен көтеріп жүр. Бірнеше жиындар, жиналыстар да өткізілді. Тіпті Санжар Боқаев жоғарғы сотқа дейін барып, өнеркәсіп және құрылыс министрлігін осы өтел сбордың жиналған ақшасының жұмсалуы бойынша, қазіргі еліміздегі өнеркәсіптің дамуы бойынша толық ақпарат беруді міндеттеген. Осы соттан жеңіп шыққан, дегенмен бұл сот өтел сборды алып тастайтын сот емес, министрлікті осы тұрғыда ақпарат беруге міндеттейтін жеңіс болды. Одан кейін Санжар Боқаев өзі бастамашылық жасап, электронды петиция порталына арнайы петиция орналастырды. Ол жерге 50 мың адам қол қойды. Былтыр заң жобасы қабылданғанда білесіздер, егер де осы петицияға 50 мыңнан астам адам қол қойса, ол үкімет деңгейінде қаралуы міндет еді. Бірден үкімет осы петицияға қол қойылғаннан кейін, 50 мың адам қол қойғаннан кейін оны қараймыз деп ақпарат таратты. Дегенмен бұл заң жобасында да мынадай мәселе бар. Бұл петициядағы қаралған мәселені үкімет деңгейінде қарайды деген заң жобасы. Яғни ол петициядағы талап орындалады деген заң жобасы емес, ол үкімет деңгейінде қаралады деген мәселе. Сонымен заң жобасы қабылданғаннан кейін енді бұл мәселені үкімет қарауға міндетті. Бірден қараймыз деді, жұмыс тобын құрдым. Ол жұмыс тобына осы мәселені көтеріп жүрген, жаңағы бастамашылық жасап жүрген белсенді жігіттердің барлығын қосты. Онымен қатар үкімет мүшелері, депутаттар және түрлі министрліктің өкілдері, вице-министрлерге дейін қосылды деп айтылған. Айтпақшы, осы жерде айта кетейік, петиция қол жинағаннан кейін бірден премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр сұхбат берді. Яғни ол сұхбатты бірден үкіметтің YouTube арнасына жариялады. Бұл сұхбатта Роман Скляр осы өтел сборды алып тастауға толықтай қарсы екенін ашық айтып отырды. Петиция, которая набрала достаточное количество голосов, она будет рассмотрена министерством соответствующим. Однако я хочу сказать, что будут соблюдены в первую очередь интересы страны, интересы государства. Вот сейчас у нас имеется чуть более 5 миллионов автомобилей, да, при нашем населении 20 миллионов. Почему-то никто не спрашивает тех людей, кто не имеет машины. Хотите ли вы, чтобы старые машины здесь вот ездили? У нас мы превратились в автопомойку, отменили все барьеры, отменили регистрационный сбор на автомобиль, который старше 3 лет. Пусть завозят 20-30-летние автомобили со всех стран, освобождают свой рынок, себе покупают новые автомобили, а у нас здесь будет все старое. Популистски я бы тоже мог сказать, что да, конечно, хорошо, дешевые машины. Почему? Вот молодой человек по достижении 18-летнего возраста, накопив себе какую-то копилку, за $500 купит автомобиль, будет радовать, будет ездить. Хорошо же это, наверное, да? А вот спросили ли у других 15 миллионов человек, хотите ли вы вдыхать вот эти выхлопы от этих автомобилей? Огромная проблема. Хотите ли вы когда-нибудь, не дай бог, там идти по тротуару, и автомобиль, которого тормоза не сработают, потому что он совсем старый, вас собьет вас или врежется там где-то? Да. Наверное, их голос тоже нужно услышать. Конечно. И поэтому министерство соответствующее решение, я уверен, примет. Если вы спросили мое мнение, да, я считаю однозначно, что любые меры поддержки, которые идут на пользу развития промышленности, да, решают несколько задач одновременно, они должны применяться. Как бы нам ни говорили популистски, что нужно сделать так или так. И еще раз повторюсь, все же это косвенный налог. Утильсбор — это косвенный налог. Можно сколько угодно манипулировать различными цифрами, говорить, что это плохо, приводить какие-то там глупые примеры там некоторых стран, которые
даже не развивающиеся, а совсем неразвитые, да, которые не защищают собственные рынки, которые не поддерживают собственную экономику и считают, что они могут существовать там, за счет каких-то других источников. Мы на это не пойдем. По крайней мере, вот моя личная позиция, я всегда об этом открыто говорил, и 2,5 года назад, когда этот вопрос особенно остро встал, мы должны поддерживать собственное производство. Сонымен жаңа айтқандай, бұл петиция қарауға міндеттейтін петиция болды, үкімет деңгейінде қаралады. Дегенмен утиль сборы алына ма, алынбай ма, әлі екі талай. Оны жұмыс тобы үкімет деңгейінде қаралатын комиссия шешетіні белгілі болды. Сонымен үкімет деңгейіндегі отырыстың алғашқы күні белгіленді, өткен аптада болған. Бар қызық осы жерде басталды. Үкіметтің ғимаратында болуы тиіс еді жиын. Оған жаңағы комиссияға кірген барлық азаматтар шақырылды. Батыстан келген жігіттер, батыс аймақтардан жігіттер бір күннің ішінде көлікпен жетті. Алматыдан келді Санжар Боқаевтың өзі. Дегенмен тура осы жиналыс басталарда осы белсенділерден телефондарын кіре берісте тастап кетуін талап етті. Яғни телефонмен ғимараттың ішіне жиналысқа кіргізбеді. У нас будет камера, которая предоставим видеосъемку. Не надо нам предоставим видеосъемку, только те кусочки, которые нужны у вас. Без телефонов мы не заходим, потому что нам нужно транслировать обществу, мы представляем интересы общества. Либо они это делают онлайн все, но они не хотят делать онлайн, потому что все цифры и факты у нас, мы подготовились, да, мы бы их там зажали сейчас, дожали по полной, но они боятся этого, им есть что скрывать, нам скрывать нечего. Ал белсенділер үшін телефонды ғимаратқа кіргізу, жиналысты өздерінің түсіруі аса маңызды. Себебі халық атынан сөйлеп жүргеннен кейін олар барынша ақпараттық қорғануы керек қой енді. Мүмкін ішінде бір бұрмалаушылықтар болуы мүмкін, немесе басқа да бір ұсыныстар айтылуы мүмкін, тіпті мынадай келісімге шақыру да мүмкін ғой. Жігіттер, сендер ауыздарын жаба тұрыңдар, сендерге мынандай жасап береміз, ал біз өзіміздің утиль сборымызды ары қарай жинай берейік деген сияқты мәселелер көтерілуі мүмкін ғой. Сондықтан осындай мәселенің алдын алу үшін жаңағы белсенді топ мүшелері жиналысқа кіруден, ғимаратқа телефонсыз кіруден бас тартты. Мы еще раз говорим, что если вы будете играть в такие кошки-мышки, да, то мы с вами церемониться не будем. Это не наша прихоть. Подписали 50 тысяч, если бы не остановили, подписали бы 500 тысяч людей, понимаете? Это интересы миллионов наших граждан. И какая-то кучка чиновников, какая-то кучка олигархов хочет кулуарно, за закрытыми дверями это решить в свою пользу. Мы не дадим этому случиться. Мұны да түсінуге болады әрине. Жаңағы жоғарыда айтқандай, олар барынша өздерінің позициясын халыққа дұрыс жеткізу үшін телефондарын кіргізу оларға аса маңызды. Дегенмен бұл жерде үкімет айтты, біз сендерге видеоны өзіміз береміз, сендерге түсіруге болмайды деген сияқты. Бірақ ол жерде барлық әңгіме видеоға түспей қалуы мүмкін, жаңағы белсенділерге қажет нәрселер айтылған жер кесіліп қалуы мүмкін деген сияқты болғандықтан, мәселе болғандықтан жиналысқа кіруден бас тартты, жиналыс болмай қалды. Если вы не примете объективное решение, да, которое устроит народ, то мы начнем сбор подписей за референдум по этому вопросу, и мы потребуем отставки этого правительства. Осы жерде бүкіл жерлерде ақпарат тарады. Санжар Боқаев утиль сбор туралы, утиль сбор мәселесі қозғалатын алғашқы жұмыс тобының отырысын болдырмай тастады, срыв жасады деген ақпараттар тарады. Бұл не деген сөз? Бұл ақпараттық шабуыл деген сөз. Санжар Боқаев болдырмай тастады деген ақпарат шықты ғой. Енді келесі отырысқа дейін мәселенің қалай шешілетіні әзірге белгісіз. Отырыс қашан болатыны да белгісіз. Ол жерде кім, қалай, не айтатыны да белгісіз болып тұр. Осы мәселеге қатысты ақпарат шыққан кезде бірден осы арнаға жариялаймын, бөлісемін. Амандықта жүздесейік.